бар өткізуге. Бүгінгі комиссия төрағасы қазір ирригация министрі келіп, сонымен іс-сапарда жүр, сондықтан комиссия отырысын мен орынбасар ретінде мен жүргіземін. Бүгінгі күн тәртібінде 3 мәселе қаралатын болады. Осы мәселелер бойынша тоқталып өтсем, бірінші Жібек жолы жеке кәсіпкер, бұл Қармақшы ауданының көміртегі тас қоспасын өндіру үшін жалпы көлемі 39-да 6 гектар жерде уақытша жер пайдалану құқығын табыстауды сұрайды. Сұратылып отырған жер учаскесі Қармақшы ауданы аумағында Жусалы кентінен 6 шақырым, Жоспарларға батыс Еуропа, батыс Қытай автожолынан 2,5 шақырым қашықтықта орналасқан. Қызылорда облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының 2025 жылғы 10 қаңтардағы нөмірі 34-ші кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензиясымен Жібек жолы жеке кәсіпкері көміртегі тас қоспасын өндіруге 10 жыл, яғни 2035 жылдың 10 қаңтарына дейінгі мерзімге рұқсат берілген. Жер учаскесін зерттеу барысында сұратылған жер учаскесінің координаттары анықталып, актілері мен сызбалары жасалды. Мына шығаруға бола ма мені? Сайтты чатқа салған алдында. Комиссия мүшелері көп біледі ғой? Иә, чатқа жіберген. Кеше бір күн бұрын. Келесізде, чтобы мына шығаратындай. Хорошо. Түсіндік. Өтініміне сәйкес сұралған жерді табыстау мүмкіндігі бойынша 10 қорытындысы жобасы ұсынылып отыр. Ұсынған мәселе бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, жаңа кәсіпкердің өкілі осы неге қатысып отыр. Комиссия мүшелерінің сұрақтары болса, қысқаша айтып өтсек, тыңдасақ. Жеке кәсіпкер, Жібек жолы. Кім екен қатысу? Серік деген қатысу керек, өкілі. Сен жаңа төмендедің ба? Иә. Кірген жаңа. Мына жерде жоқ, мына жерде жоқ екен. Жаңа кірген. Техникалық ахуалдарға байланысты жауап бере алмайды. Біз давайте бұны кейінге қалдырайық. Иә, артына қалдырайық. Иә, артына қалдырып, артына қайтадан тыңдайық. Уақыт не қылмайық. Екінші күн тәртібіндегі мәселе Қызылорда облысы Жалағаш ауданы оңтүстік Досжан кешенінен жалпы көлемі 46-да 2 гектар жер учаскесін бұл жерде екі ұңғыманың алаңшаларына, кірме жолдары, ВЛ желілеріне, мұнай желілеріне, көмірсутегі шикізат өндіруге өндіру үшін 2047 жылдың 9 қазанына дейін мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын табыстауды сұрайды. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің компания арасында жасалған 1998 жылғы 18 қыркүйектегі нөмірі 240-ші келісімшартқа сәйкес 2023 жылғы 29 желтоқсандағы нөмірі 19-ші толықтыруға сәйкес оңтүстік Досжан кешенінен көмірсутегі шикізатын өндіру құқығын 2047 жылдың 9 қазанына дейінгі мерзімге рұқсат берілген. Жер учаскелерін зерттеу барысында сұралған жер учаскелерінің координаттары анықталып, актілері мен сызбалары жасалған. Өтініміне сәйкес сұралған жерлердің табыстау мүмкіндігі бойынша 10 қорытынды жобасын ұсынамыз. Бұл жерде компанияның өкілдері бар. Сұрақтарымыз болса, жалпы жерлерді Асхат деген министрлікпен кезінде жаңа айтылды 47 жылға дейін полный объем жерді емес, жасалған, бірақ жердің қажеттілігіне байланысты бұлар жер добыча жасайтын жер. Жыл сайын енді жаңада қосатын жерлерде қосымша жеріміз официально оформить жер отырған, соған байланысты. Сұрақтарыңыз болса, өкіл бар осы жерде. Асхат деген жігіт. Комиссия мүшелерінде сұрақ болмаса, онда дауыс қоюды сұраймын. Осы компания бойынша жаңа аталған ұсынысты қолдаймыз деген комиссия мүшелері қолдауларыңызды, қол көтерулеріңізді сұраймын.
Рахмет. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, бір жол қалам. Bir ağızdan қолданды. Рахмет. Үшінші сұрақ. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының нөмірі 5547 әскери бөлімі республикалық мемлекеттік мекемесінің өтініші. Қызылорда қаласы Қосшаңырау ауылдық округі аумағында оқу ату жаттығуына және әскери бронды техникалардың жүріп өту сабақтары үшін жалпы көлемі 20 гектар жер учаскесін тұрақты жер пайдалану құқығын табыстауды сұраған. Жер учаскесінің тиісті зерттеу барысында сұралған жер учаскесінің координаттары анықталып, актілерінің сызбалары жасалды. Сұралған жер учаскесі Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 5547 әскери бөлімінің бұрын рәсімделген ату алаңының жанында Абай елді мекенінің солтүстігіне қарай 1,5 километр қашықтықта орналасқан. Өтінімге сәйкес сұралған жерді тапсыру мүмкіндігі бойынша 10 қорытынды жобасы ұсынылды. Бұған байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Менде жоқ. Сұрақ болмаса, онда дауысқа қоюды сұраймын. Қолдайын деген комиссия мүшелері қолдауыңызды көтеруді сұраймын. Рахмет. Шамал, жатырмыз Шамал. Қарсы. Қорытынды алады ғой. Қорытынды алады. Протоколға енгізілді. Алады. Там дәл Абай дұрыс па? Абай ауылының дәл қасында орналасқан, жаңа айттым ғой, ол жерде бұрыннан полигон бар. Просто ауыр техникаға қосымша 20 жер керек болып тұр. Жолдың үсті почти. Но бірақ қосымша алынбайды в любом случае. Так, бұл сұрақ бойынша қарсы. Қалыс жоқ болса рахмет, шешім қабылданды. Жақсы. Так, бірінші сұраққа қайтып оралайық, қосылды ма жаңағы? Иә, Дәулет деген. Дәулет, бар ма осы жерде видеоны қосшы? Хорошо, сіз қысқаша естен деп отырсыз. Ол не үшін сұрап отырсыз, соны айтып берсеңізші. Жер қоймаған не ма? Неге сұрап отырсыз? Бұл жерді деген жерді қазылап осы құрылыс құрылысшылар осындай мемлекеттегі сату жоспарым бар. Қарамағында бір алғадан жұмысқа алып, эскалатор погрузчиктерді осы жұмысты бастайын деп жатырмын. Разведка жасалып, кәсіпкерлік басқармасы, иә, добычаға ең шығылады. Запасы анықталып. Разведка 2 жыл ғой, министерствомен разведка. Енді добычаға 10 жылға. Кәсіпкерлік басқармасының құрылысты салып, осындай жұмысшыларды іске қосып, осындай жұмысты басқарып отырмын. Жалпы комиссия мүшелеріне түсінікті болу үшін карьерді беру алдында бірінші бұл жерде 7 жылда разведка жүреді. Разведкаге жаңа кәсіпкер өзі қаржысын шығарып, сол көлем анықталғаннан кейін барып, кәсіпкер басқармасынан лицензия салынады, сол объемға. Ол 2 жыл разведкасын жүргізген, қазір добычаға шығарады. Сондықтан жаңағы жерде уже ресми құжаттандырып беруіміз қажет. Заңдылықтарға сәйкес. Тағы да сұрақтар бар ма? Сұрақ жоқ басқа. Комиссия мүшелері тарапынан басқа сұрақ болмаса, онда дауысқа қояйық. Осы жобаны қолдаймын деген комиссия мүшелері қолдарыңызды көтеруді сұраймын. Рахмет. Қарсы. Жоқ, қалыс. Жоқ, бір ауыздан қолданды. Көмет комиссия мүшелері, онда 3
сұрақ та қаралды, үшінші оң шешім қабылданды. Басқа сұрақ, ұсыныс, өтініштер бар ма? Күн тәртібінде бар, күн тәртібінде тыс мәселелер болса да, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса. Басқа ұсыныс, сұрақ болмаса, онда қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше амандықта болайық.